Так, мынау саламатсыздар, мен прямой эфирде что-то ұмытыңқырап қаппын. Қазір бір көрейін, шынымен жазыла ма екен, жазылмаған. Көрініп тұр ау деймін, Қайрат Алашбаев смотрит дейді. Осылай болған дұрыс сияқты екен. Так, қымбатты достар, фейсбуктағы достар, басқа достар, мен мынау бүгіннен бастап кеше фейсбукқа жазғам, не үшін шыққым келгені, не үшін айтайын дегенім, аздаған менің мынау охрана труда менен промышленный безопасностьта біраз тәжірибем бар. Қазір осы салада ақсап тұрған жауабы жоқ нелер көп. Ответтер көп, жауабы жоқ. Оны ешкім былай саралап та, нетіп те жатқан жоқ. Соған байланысты мен шығайын дедім. Так, қазір 1,5 болсын. 1,5 деп айтқам, Құда қаласа 1,5-да шығам. Мен атымды, фамилиямды сіздерге жаздым. Мен енді ол анау жазып алып, запись жасап алып, кейіннен оны жаңағы кесетін жерін кесіп, өңдейтін жерін өңдеп, қосатын мен жағдайым жоқ. Ол мен қолымнан да келмейді. Өнеге менің уақытым да жоқ оған. Шындығын айтқан кезде. Сондықтан мен прямой эфирге шығам. Сұрақтарыңыз болса, мен жеке чатыма жаза беріңіздер. Мүмкін біреуге бұл пайдасы тиеді. Еңбекті қорғау, еңбек қатынастары, бұда пәленбай мыңдаған вопростар бар ғой әркімнің басында да. Біреу жұмыстан шығарып жібереді, біреуді бірдеңке үшін наказывать етеді. Осындағы азғантай, осындай жағдайларда біреуге больничный төлемейді деген сияқты. Осындай жағдайларда өзімнің азғантай тәжірибеменен бөліскенді жөн көрдім. Жас болса келді, 61-ге, не істеймін мен оны? Өзіммен бірге алып кетпеймін ғой, оның бәрін. Сондықтан, прямой эфирге шыққан кісілерге рахмет. Қазір Құда қаласа бір 10-15 минут максимум сөйлеймін, содан кейін бұны ютубқа салам, содан кейін сол жерде өздеріңіз білесіздер. Вопростарыңыз болса, күніге сағат 1,5-да әртүрлі темаменен өзімнің жасаған расследованияларымен, жазған предписанияларыменен, бәріменен бөлісем. Особенно бұл инспекторларға и работодательдерге сабақ болады деп ойлаймын мен. Работниктерге, естественно. Ал енді 8,5 болды дейме. 8,5 болса, мынау ең бастысы қауіпсіздік. Ең бастысы. Біздің ең байлығымыз, қоғамның байлығы ол адам капитал, адам. Демек, адамның өмірі, денсаулығы. Бұл енді қай культурада болса да адам үшін, адамның қауіпсіздік үшін қызмет ету, ол енді мен бұлай общий тілмен айтқанда считается деп ойлаймын мен. Сондықтан мен 8,5 болды. Ең бірінші қауіпсіздіктің алдын алудағы мақсат бұл оқыту. Оқыту. Еңбек кодексіне сәйкес оқыту 10-19 постановление бойынша жүргізіледі. О жерде енді тек қана охрана труда ғой. Оған мен шілей тоқталмаймын, ол елдің бәріне түсінетін нәрсе. Менің тоқталатыным азаматтық қорғау туралы заңның 79 статьясына байланысты сондағы оқуға жататын жұмыскерлер менен руководительдер бойынша. 79 бап азаматтық қорғау туралы заңның 4 тармағы, соның
Төртінші тармақ былай дейді: қауіпті өндірістік объектілерді технологиялық процесіне қатысатын, қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын, техникалық қызмет көрсетуді, техникалық куәландыруларды, монтаждауды және жөндеуді орындайтын, қауіпсіздік өндірістік объектілерге жұмысқа кіретін, сондай-ақ қауіпті өндірістік объектілерді жұмысқа тартылатын аттестатталған ұйымдағы жобалау ұйымдар, өзге де ұйымдарға басшылар мен мамандар және жұмыскерлер. Бірінші тармақшасы 4-ші тармақтың: қауіпті өндірістік объектілерде жұмысты орындайтын жұмыскерлер ұзақтығы кемінде 10 сағаттық бағдарлама бойынша алдын ала оқытыла отырып жыл сайын дейді. Екінші тармақшасы: басшылар, мамандар мен инженерлік техникалық жұмыскерлер ұзақтығы кемінде 40 сағаттық бағдарлама бойынша алдын ала оқытыла отырып 3 жылда бір рет даярлауға жатады дейді. Осыған байланысты қазір көптеген мекемелерде бүкіл ИТР-ді непосредственно сол особо опасный опасный объектілерде, қауіпті объектілерде жұмыс істейтін ИТР-ларды алады да бұлар 40 сағатпен оқытады. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Дұрыс емес екені заңда таза жазулы тұр: жұмыскерлер деп. Енді осыны мен көп, 2-3 жылдай осы әркімменен пікір алыстым. Енді ешкім ешқандай конкретно жауап берген жоқ. Жұмыскерлер дейді. Ұзақтығы кемінде 10 сағаттық бағдарлама бойынша алдын ала оқытылып отырып жыл сайын оқиды дейді. Ал енді жұмыскер дегеніміз кім? Еңбек кодексі бойынша жұмыскер жұмыс берушімен тікелей еңбек қатынаста тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға. Бітті. Жұмыскер ол еңбек қатынастарында тұратын, еңбек шарты бар жеке тұлға. Ал енді жұмыс орны деген не? Жұмыс орны деген Еңбек кодексінің 1-ші статьясының 1-ші пунктінің 45-ші тармақшасына сәйкес жұмыскердің еңбек қызметі процесін, еңбек міндеттерін орындау кезінде тұрақты немесе уақытша болатын орны. Демек, адамның жұмыс орны. Мысалы, мен бір жерде жұмыс істеймін, сол менің жұмыс орным. Мен вахтада болам ба, конторда болам ба, далада болам ба, сол жер менің жұмыс орным. Орысша айтқанда рабочее место, место постоянного времени нахождения работника при выполнении трудовой обязанности дейді. Бітті. Бұл менің жұмыс орным. Демек, мен жұмыскер жылына бір рет 10 сағаттық оқудан өтуге тиістімін. Ал енді кейбіреулер айтады, жоқ дейді, мына 2-ші тармақшасы 79 статьяның гызыдағы 2-ші тармақшасы дейді. Ода былай жазылған: басшылар, мамандар және инженерлік техникалық жұмыскерлер ұзақтығы кемінде 40 сағаттық бағдарлама бойынша алдын ала оқытыла отырып 3 жылда бір рет даярлауға жатады дейді. Ал жақсы. Кім ол? Басшылар деген. Демек, ол басшылар, үлкен бастықтар. Специалисттер деген кім? Ол мамандар. Және мамандармен бірге ИТР дейді. ИТР кім? ИТР деген мынау күнделікті объектіге келмейтін, күнделікті объектіге тұрмайтын, конторда, офисте отырған адамдарды данный случай айтып отыр. Жалпы біреулер маған айтады, ой, бұрын бұлай болған. Да, бұрын бұлай болған, мен білем. Промышленный безопасность деген 3 апрель 2001 жыл заң шыққан. Ол заңды жазған адамдарды да білемін. Солардың қасында отырғам. Сол кісілер о кезде жазған. Бірінші рабочий персонал деп четко жазған бір пунктімен. Екіншісімен технический руководитель деп жазған. Үшінші пунктімен келгенде 8 сағаттық оқу, жаңағы сол мекемеде жұмыс істейтін адамдар, бірақ та олар жаңағы бухгалтер, кадр,
мына в общем сондай непосредственно технологический процессте жұмыс істейтін адамдар, олар бірінші пунктке сәйкес жұмыс 10 сағаттық жүруі керек. Сол заңда енді мен жаңағы айтатындары, тағы да біреулердің айтатындары. Азаматтық қорғау туралы заңның бірінші бабында жаңағы негізгі ұғымдар қандай пайдаланады? Соның 63-ші тармақшасында техникалық басшы дейді. Технологиялық процеске басшылықты жүзеге асыратын маман дейді. Тура осыны алғанда баяғы Едік Сейілхан Сүлейменовтің жазған заңынан промбезден алғанда мына консолидированный законға кіргізген. А ол заңда четко написано, кім технический, кім ИТР, кім жаңа не. Кейін мынау МЧС-қа Владимир Карпович бастық болған кезде Башко алтта консолидированный закон жасаймын деді да, пожарканы, промбезді, спасательді, статус спасатель, тағы не бар? АЧС закон бәрін алтта тықты да, бір статьяға битіп қалды. Сондықтан қымбатты жұмыскерлер, қымбатты жұмыс берушілер, егерде бірінші нормальный инспектордың жұмысы, егерде жаңа айттым ғой, қауіпсіздік сақтамаған жағдайда қалай деп айтады? Баяғыда шалбайлар айтатын. Біздің міндетіміз бірінші қауіпсіздік сақтау. Қауіпсіздік сақтай алмаған жағдайда жаңағы аз неменен аз оны жою деп. Сол айтқандай бізде заң бойынша біреу жазатайым оқиға орын алса, біреудің аяғы сынып қалса, аяғына тікен кіріп кетті дейікші, сынып қалмасын. Соған спецрасследование келсе, бірінші қарайтын инспектордың жұмысы бұл оқытылды ма, оқытылған жоқ па? Сол кезде ашылады, авария болғанда мысалы, алады, сен непосредственно производствода отырған адамды 3 жылда бір рет 40 сағаттан оқыттың. Оқытылмаған дейді должным уровне. Все, работодатель виноват 100%. Сразу кетті, оқытпаған адам. Бұл бірінші нәрсесі. Ал енді анау итер дегенге я уже обосновал. Работникті кім екен, оның жұмыс орны кім екен. Қазір жаңағы бұрынғы заңдағы 3 пунктті 2 пунктке біріктіргенде работник бірінші пунктіне кетіп қалған. Ал енді басқаша мейл ал. Мысалы, иерархия деген бар. Закон не деген бар? Правовой, нормативный правовой акты ма? Правовой акты ма бар. Сол жерде қай заңның күші қандай жағдайда екені 10-шы статьяменен белгіленген. Бізде бірінші, естественно, конституцияға конституционный закондар, оның кодекс. Кодекстен любой заң сол кодекске, сол конституцияға, конституционный закондарға сәйкес келуі тиіс. Не должны противоречить. Все на этом. Сондықтан біз мына қауіпті объектілерде 10 сағаттан оқытуға тиістіміз. Енді оның бәрі не қылады ғой жаңағы? Бастарыңызға іс түскен кезде осылай болады. Сотқа береді мысалы. Мысалы, менің аяғыма тікен кіріп кетсе, мен айтам, мен өзі виноват, тікенді бар өзі басты десе, мен айтам, мені оқытқан жоқ, ана тікенді баспа деп маған үйреткен жоқ дейм. Сол кезде көтереді, мына бақшыны мен оқымапты. Работодатель, жұмыс беруші кінәлі дейді. Содан кейін бір жағдай, мен таңғалам. 40 сағатқа бұлар неге өмір екеніне. 40 сағат деген менің түсінігімде, мен пайымымша, бір академический сағат қанша төленеді. Мысалы, сағатына 1000 теңге дейік. 40 сағатты оқытқанға 40 000 төлейді.
10 сағатты оқытқанға 10 мың төлейді. Ал енді 3 жылда 40 мың төлеген жақсы ма, 30 мың төлеген жақсы ма? 6 жылда 60 мың төлеген жақсы ма? Жоқ, 80 мың төлеген жақсы ма? Жоқ, 60 мың төлеген жақсы ма? 3 жыл сайын оқытатында. Міне өсері бізде ақсаңқырап тұр, ешкім оған жауап бермейді. Енді ол Министерство МЧС законның проектісін әрине ол Минтрудпен согласовать етті. Но сол жерде жаңағы технический руководитель деген сөзді дұрыс қолданбады. Осындай жағдай, құрметті достар, мына шыққандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, замечанияларыңыз болса жазыңыздар. Мен ертең Алла қаласа тура осы уақытта 13:30-да жазатайым оқиға орын алғаны және оның расследованиясы жөнінде әңгімемді айтамын. Рахмет сіздерге.